Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепті қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал енді пончикті жасап бастаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн керек. Дрожж, қант салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқа және ерітілген сары майымызды құямыз. Жылы сүтті құя отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді осы қамырымызды бетін пакетпен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен 1-1,5 сағаттай тұрады. Менде осылай керемет болып көтерілді. Духовкаға 20 градусында салып қоямын. Жақсы көтеріледі. Енді осы қамырды алып жаятын боламыз. Шамамен 5 мм-дей қалыңдықта жайып аламыз. Содан соң арнайы осындай оятын дөңгелектер болатын болса, немесе ондай болмаса, стаканның көмегімен де осылай дөңгелектер оямыз. Содан соң тағы да осындай кішкене дөңгелекті алып, ортасын ойып алатын боламыз. Қызып тұрған майда пончиктерімізді осылай қуырып алатын боламыз, бауырсақ сияқты қылтып. Май міндетті түрде қатты қызып тұру керек, сол кезде пончиктеріміз жақсы көтеріліп пісетін болады.
Енді пончиктерімізді әсемдейтін боламыз. Мен осылай шоколад ертіп алдым. Қазақстан шоколадын пайдаландым. Осылай бетін шоколадқа малып алып, бетте кокосовый стружка, присыпка, орехтар өз қалауларыңыз бойынша әсемдейтін боласыздар. Біздің пончиктеріміз дайын. Осылай жұп-жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.